Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай керемет үй жағдайында дайындалатын пюре жасайтын боламыз картоптан. Ең алдымен картошкаларымызды турап аламыз. Осылай турап, газға қоямыз, ыдысымызға салып, су қойып. Негізі тұзды аздап қайнап пісіп жатқан кезде салып жіберсеңіздер, тұзы керемет болып шығады. Сіңіп жақсы болып. Осылай подливкамызға етімізді турап аламыз. Тағамның мөлшерін өздеріңіздің үйде неше адамсыздар соған қарай көлемін өзгертсеңіздер болады, үлкейтсеңіздер болады. Осылай пиязымызды турап аламыз. Табамызға майымызды қойып, май құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Барлығын анық көрсету үшін осылай түсіріп алдым барлығында. Қуырып болғаннан кейін жақсылап пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Осылай. Бізде картошкамыз осылай қайнап тұр. Піскеннен кейін алатын боламыз. Тұз себіңіздер, дәміне қарай. Мен бір ас қасығында томат қостым. Томатный паста. И үстіне бір қасық немесе бір жарым қасық ұн қоссаңыздар болады. Көлеміне қарай, қатты көп қосудың керегі жоқ, қоюланып қалады. Үстіне су құятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, светі керемет болып шықты, әдемі болып. Артық ештеңені қажет етпейді, артық қоспаларды қажет етпейді. Үйіңізден табылатын заттар, соның өзі керемет осылай әдемі болып шығады. Барлығының көңілінен шығады деп ойлаймын. Біздің картошкамыз пісті. Мен ішіне дәміне қарай тағы да аздап тұз қостым и сармай қостым. Негізінде сүт қоссаңыздар да болады. Егер сіздерде болса, менде таусылып қалған екен сүт. Сол үшін де қосқан жоқпын. Сүт қоссаңыздар одан да керемет болып шығады дәмі. Осылай езіп аламыз. И тарелкамызға формасын шығарып әдемілеп салып аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шықты. Барлығына ұнайды деген үміттемін. Керемет. Еттер де таза піскен. Светі де өте әдемі болып шықты подливканың. Видеоны лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.